Доп-домалап, доп-домалап. Опять эта песня. Қалайсың? Зарплатаны көтерей ме? Сразу через 10 лет. Комментарием жоқ. Нормально идем. И вот. Значит, у нас в гостях чемпион высшей лиги КВН. Нурлан Коенбаев. Нет, не Нурлан Коенбаев, но он был в гостях у Нурлана Коенбаева. А, это Енлик, певица. Доп-домалап, доп-домалап. Нет. Алина Шакиева. Ұйқым келмейді. Опять эта песня. Нет, это не певица. Тогда точно Алина Шакиева. Сейчас было хорошо. Но это вообще, это парень, Жигит. Он. А, Кайрат Нуртас. Он из Туркестана. Вот так. Затыбек. Нет, но он все время разыгрывал раньше звезд вот так вот, скрытой камерой. Валдис Пельш. Чемпион высшей лиги. Да, и из Туркестана, да? Валдис Пельш. Ну так, әңгіме болсын деп. Он хоть из Казахстана, но его знает весь СНГ. Сергей Зверев. Нет, я же говорю, он юморист, он смешит людей со всего СНГ. Сергей Зверев, получается. Звезда российского юмора из Казахстана. Нурлан Сабуров. Нет, он снялся в таких, знаете, проектах, как «Бажалар», «Казак Таймс», «Вузеры». А, мен білем. Атын білмеймін бірақ. Казыр бір подсказканы бере тұрайын. Значит, у него заканчивается имя на Булан. Дима Булан. Так, начинается имя на Ер. Ерке Булан. Все. Булан Мырзабек! Еркебулан Мырзабек! Жайғасыңыз, Ерке. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Рахмет шақырғандарыңызға. Да, что ты здесь делаешь, Кеша, вообще? Так, рахмет шақырғандарыңызға. Неге орыс үшінші ведущий? Неге ұзын құлақ, неге ақ құлақ емес? Орыс оңбаған. Ой, басталды. Между прочим, Семеннің любимый стишогы бұл негізі. Орыс оңбаған, он шошқаға тоймаған, базардағы шошқаны менікі деп қоймаған, мені Кеша Еркебулан үйретті. Ура! Құрметті достар, қазақ тілін үйренем десеңіздер, хабарласыңыздар. Әсіресе орыстар. 8701-300. Айтпақ қояйын ба? Жоқ. Қалайсың? Жақсы, шүкір, аман есен. Қалай, өзіңде қалай? Жақсысыңдар ма? Аман есенсіңдер ме? Үй іші қалай? Бәрі жақсы ма? Мен қашан үйленейін деп жатсың? Үйдегілер сұрап жатыр. Осы орысың үйлене ма, үйленбей ма? Қашан болатын болды осы? Қыз таба ма, таппай ма? Жүргеніне қанша жыл болды жаңа? Жасы 30-дан асты, әлі жүр. Или голубой ма? Кім болды? Бәрі сұрап жатыр. Не болды? Өзіңде қалай болып отыр? Жақсы ма? Ереке, мы очень толерантны екенбіз. Очень толерантный екенсіздерім. Мен вообще мен біріншіден толерантын деген сөзді білмеймін. А екіншіден неге мен бұлай Семенмен әзілдесем, өйткені екеуміз бір командада бірнеше жылдар бойы бірге өнер көрсеттік, КВН ойнап, Сочиға бардық, Мәскеуде, Челябинскте қанша КВН ойнадық. Гримерщиком был? Ну зачем? Реквизитор! Ереке, вы сняли сериал «Бажа». А вот дальше что будет? Куда? Нағашылар. Бөле. Жекжат бар. Жекжат. Жем бар. Ева. Походу, пока всех своих родственников не пропиаришь, не успокоишься, да? В конце, самом конце, көршінің баласы деген болады. Тоже родственник. Келесі жоспарлар туралы не бірдеңе айтасыз ба? Өмірге жақын болсын деп, сюжеттеріміз өмірге жақын болсын деп, орысша араластырып түсіретініміз бар. Бірақ болашақта, Құдай қаласа, таза қазақ тілінде шығарамыз деген ниет. Мәселен, мен бір нәрсе қосайыншы. Өйткені, мысалы үшін Кеша сөйлейді, мен бәрін түсінем. И ол жағын мен ол жақ маған қатты ұнайды да. Немесе тез, жылдам сөйлесе де бәрі түсінеді. Кеша литературный ғой. Ұрып үйреткен деген осы ғой. Теуіп кән. Олай үйреткен, вот міне. Еркебулан, енді мынандай сұрақ, қазақшаны қалай үйренуге болады? Мысалы үшін маған кейбір
қазақша сөйлемейтін кісілерге өзге ұлт өкілдерімен қоса кейбір қазақ тілін білмейтін қазақтарымыз да бар, иә? Жақсылық. Маған қарамайсыз ба, Ереке? Жаңа сәл ерте келдім, мені шақырмас бұрын передачаны көрдім. Мына жақта кім главный екенін көріп алдым, поэтому сіздің қазақшаңыз өте керемет. Наоборот, сізден үйрену керек деп. До конца, зачем екі ведущий, когда біреу тұрғанда, потом сөйлесеміз оны, ладно. Ал егер әзілсіз айтатын болсақ, қазақ тілін ең алдымен үйрену үшін бірінші кезекте қазақ тілін үйрететін адамдар, қазақ тілін біле тұра, қазақ тілін үйрететін адамдарға өтініш, егер де сіз бірден бір қазақ тілінде акцентпен сөйлейтін адамды көріп қалсаңыз, оның үстінен күлмеу керек. Керісінше демеп жіберіп, қолдап жіберу керек. Қазақ тілін бізде қазір кейде бір комментарийде оқисың, қазақсың ба, қазақша сөйлесе, немене қазақша сөйлемейсің, Қазақстанда жүрсің. Тура сен сияқты маған бұрында мен сияқты бұрында ол қате екен. Ол қате екен. Ну, по отношению к тебе менікі дұрыс, а в целом негізі ол қате екен, өйткені қазақ тілін біз ешқашан, өзіміздің тілді ешқашан ұрып, соғып, күштеп, былайша айтқанда заставлять етіп үйрете алмаймыз. Қазақ тілін тек қана сүйіспеншілік арқылы үйрету керек. Қазақ тіліне ғашық болу керек. Керемет. Ондай болса қазақша жалғастырайық. Біздің бағдарламада кеселде болған жаңалықтарды оқимыз. Оқиық. Бізге бірінші жаңалықты оқып берсең. Мына жаңалықты. Мына жерден, иә. Өздерің қиналып жатсыңдар ғой. Жарайды. Өткен жылдың соңында мен тұратын Түркістан қаласында Кейсел 5G жиынтығын шығарды. В Туркестане, откуда родом Еркебулан, появилась сеть 5G, и это суперскоростная сеть, чему мы очень рады и поздравляем Еркебулана. Да, Спасибо. Вот видишь, Еркебулан, как только ты уехал из Туркестана, сразу как там все хорошо стало. Да, сразу через 10 лет. А вот вопрос, Жакс, как ты считаешь, что при помощи 5G можно вообще делать? Ну, для чего такая сеть? Вот пользоваться не де. Слушай, 5G это очень высокоскоростная сеть. Можно доставку дроном оформлять, понимаешь? То есть дрон доставляет что угодно, да, получается? Да, можно. До того быстрый интернет. Невесту можно алып қашуға дронмен. Үйде отырасың. Сразу қолында орамал. Еще выбирать етуге болады. Качествосы интернеттің күшті ғой. Дронмен келесің, қарайсың, ұнамаса басқа жаққа ұшып кете бересің. Я знаю, что можно делать высокотехнологические хирургические операции при помощи 5G. А теперь переведи это все. Мына жақ қызық, давай үшеуміз общаться. Қой енді қайтесің. Да. И вот так вот всегда. Да. Можно... Ұзын құлақ бағдарламасы, шовинизмге жоқ дейміз. Ладно, Орыспандар. Орыспандар? Орыспандар. Это мой специфический кокшетауский прононс. Орыспандер, это новый супергерой. Нет, это... Орыспандер. Нет, это такой, знаете, такой Орыспандер такой, маленький Семен его вот так, как Испандер делаешь, Орыспандер такой. Скорость очень быстрая, 5G, и можно скачивать буквально любое видео, например. Представляете, все сезоны Санта-Барбары можно скачать, Ну вот примерно мы узнали, сколько лет Асхату. за 15 минут. За Да? 15 минут все сезоны Санта-Барбары. Да. С ума сойти. Да, за 5 минут все сезоны Игры престолов можно. Да, за 1 минуту все шутки Еркебулана можно, да, скачать? Давай. Он сделал это. Молодец. За 1 секунду можно Семи Пуштергену сделать. Не, за 1 секунду можно уволить. Все. Я знаю, что Ереке закончил Кимэп на самом деле. Негізінде ағылшынша кішкене сөйлесек қалай қарайсыздар? Челлендж давайте жасаймыз. Челлендж. Да, давайте с одной стороны гонорар Семена, а с другой стороны мой телефон. Мне терять нечего, давайте.
Қысқасы былай, сейчас будут показаны слова на этом экране. Олардың барлығы қазақша болады. Ты должен будешь на английском объяснить эти слова Асеке, Асеке должен их угадывать. За 1 минуту. Дайынбыз ба? По команде, да? По команде. По команде. Кеттік. Раз, бір, екі, үш, кеттік. There's a mechanism you always wear on your left hand. Сағат. Дұрыс. This is a cash. Деньги, ақша. This neighbors of clouds. Neighbors of the clouds. Aircraft fly through clouds, and then what do we have? Аспан. Дұрыс. It's a thing on which we sit every day. Орындық. Дұрыс. It's a logo of iPhone. Алма. Дұрыс. Oh, what a word. This is the game from our childhood with the metal. You should... Давайте next, да, здесь. Все. Да, окей. Болды, бітті. Это что за слово вообще? Асеке, лянга. Лянга. Эй, дайынсың ба? Дайынмын, окей. Кеттік. Yes. Next, следующее. О, нормально идем. A little meow say. Масақ. Yes, next. The best company in the world. Кейсел. Yes. Асеке, every. Бастық. Yes, let's go. You eat with it. Қасық. Yes, let's go. They dance. Би. Оп. Мынандай, ой. Қара жорға. Yes. I see you, you see me, we see it's. Кездесу, көрісу. Yes. We go to the. We on the table. We sit with each other on the work. Түс. No, on Шай. the work. Job, work. We next. Следующий, давай. Do. In казах. Do. Жаса. No. To do. No. Все, Время. Не. победили. Дусыныз. In this very good and competition, the winner is still champion Еркебулан Мырзабек and Семен Маха. Ереке, келгеніңіз үшін көп рахмет, мың алғыс. Көруге өте қуаныштымыз бәріміз. Енді сонда бір-екі ауыз сөз айтсан әбден күшті болатын еді. Ой, рахмет, жалпы Асеке, Жәке, Сәке, шақырғандарыңызға рахмет. Керемет жоба, ұзын құлақ жобасы, құрметті достар. Барлықтарыңызға кеңес берем. Ең бастысы қазақ тіліне деген, қазақ тілін үйренуге деген талпыныс жасайтын керемет жоба екен. Сондықтан алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілеймін. Құдай қаласа, келесі бір басқа осы бағдарламаның шығарылымдарында кездескен кезде үшеуіңіз де филигранно, жаппай қазақ тілінде сөйлесеңіздер, одан да керемет болады деген ойдан. Барлықтарыңызға рахмет. Ура! Еркебулан Мырзабек!